Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін гуминдік фульволық кешен туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Соның құрамындағы фульволық қышқылдар туралы мақаланы оқып шығамыз. Себебі сіздердің оқуға уақыттарыңыз жоқ. Сізге сол мәліметті жеткізу міндет. Қазір біз yot.kz сайттың бас парақшасында тұрмыз. Төмен қарай жылжытсаңыз, мына алты бақаны бар парақшасы ашылғанша төмен жүргізесіздер. Міне осыған келгеннен кейін жоғары жақта мақалалар деген сілтеме бар. Соны басасыз да екінші парақтан бастап мына гумисел деген аты бар, осында құтының суреті бар мақалалардың барлығы сол гумисел туралы. Фульволық қышқылдар туралы толық ақпарат деген мақаланы оқып шығамыз бүгін. Ал кеттік. Фульволық қышқылдар туралы толық ақпарат. Фульволық қышқылдар. Fulvic acids. Химиялық және биологиялық табиғаты. Фульволық қышқылдар гуминді заттардың төмен молекулалы фракциясы. Молекулалық массасы гумин қышқылдарына қарағанда 5-10 есе төмен. Суда жоғары іргіштікке ие. Кең pH диапазонында электрлік белсенді. Яғни негізгі айырмашылығы биологиялық мембраналар арқылы өте алу қабілеті бар. Яғни мысалы гуминдік қышқылдар қатар жүреді ғой. Гуминдік қышқылдардың молекулалары өте үлкен, олар мысалы жасушаға кіре алмайды. Ал фульволық қышқылдар молекулалар өте кішкентай, сол жасушалардың дуал қабырғалары бар, мембрана деп аталады, солар арқылы өтеді. Әсер ету механизмі. Минералдардың трансмембраналық тасымалы. Фульволық қышқылдар минералдармен хелаттық кешендер түзеді. Оларды биожетімді формада сақтайды. Жасуша мембраналары арқылы тасымалдайды. Қарапайым минерал тұздарынан айырмашылығы былай: асқазанның жоғары қышқылдығын қажет етпейді, асқазан ішек жолының тітіркенуін сирек тудырады. Нәтижесінде магний, цинк, темір, селениум сияқты минералдардың жасуша ішілік деңгейі артады, яғни жасуша қуаттанады. Екінші, жасушалық энергетика. Зерттеулер көрсеткендей митохондрия функциясы жақсарады, электрондар тасымалына қатысады. Бұл фульволық қышқылдар митохондриялардың тотығы зақымдануын азайтады. Бұл субъективті түрде келесідей байқалады: энергияның артуы болады, шаршаудың азаюы байқалады, когнитивтік төзімділіктің жақсаруы көрінеді. Үшінші, антиоксиданттық және адоптогендік әсер. Фульволық қышқылдар эндогендік антиоксиданттық жүйелерді белсендіреді. Жасуша ішіндегі бос радикалдардың деңгейін төмендетеді. Бұл әсер жүйелік сипатқа ие, яғни гумин қышқылдарынан айырмашылығы бар. Төртінші, иммундық реттеу. Фульволық қышқылдар иммунитетті тікелей ынталандырмайды. Жасушалық иммундық жауапты, яғни жасушалық иммундық жауапты оңтайландырады. Созылмалы субклиникалық қабынуды азайтады. Бұл әсіресе келесі жағдайларға маңызды: аутоиммундық бейімділік, метаболикалық синдром, созылмалы стресс, яғни осындай мәселелерге көмек болады. Клиникалық қолданылуы. Фульволық қышқылдарды қолдану орынды. Егер мақсат минерал тапшылығын толықтыру болса, жасушалық метаболизмді қолдау болса, ағзаның бейімделу мүмкіндіктерін арттыру болса, стресс пен жүктемеден кейін қалпына келуді қолдау болса. Дұрыс ғылыми ескертулер. Дәрілік препарат болып табылмайды, негізгі емді алмастырмайды, әсер дозаға тәуелді. Дәрілік препараттардан 2-3 сағат аралықпен қабылдау ұсынылады. Фульволық қышқылдар жүйелік әсер, жасуша метаболизм туралы айтатын болсақ, қолдануға негіз болатын жағдайлар мен аурулар қандай? Бірінші, минерал тапшылығы, магний тапшылығы, темір тапшылығы жағдайлары, айқын анемиясыз, мырыш пен селен тапшылығы, электролит теңгерімнің бұзылуы, осының барлығы осы фульволық қышқылдармен орны келеді.
Негіздеме минералдардың жасушаға хелаттық тасымалы және олардың биожетімділігін арттырады фульмол қышқылдар. Екінші, созылмалы шаршау және астениялық жағдайлар бар болса, оған да көмек береді. Мысалы, созылмалы шаршау синдромы, стресс кейінгі әлсіреу, физикалық және ақыл-ой төзімділігінің төмендеуі. Негіздеме қандай? Митохондрия функциясын және жасушалық энергетиканы қолдау арқылы осылай емдейді бұл нәрселерді. Неврологиялық және когнитивтік бұзылыстар, функционалдық бұзылыстар, ми туманы, зейін қоюдың төмендеуі, созылмалы стресс, эмоциялық қажу, осыларға көмек керек болса, оған да фульволық қышқылдар әбден көмектеседі. Оған негіздеме жасушалық метаболизмді жақсарту және нейрондардың антиоксиданттық қорғанысын күшейту арқылы көмек береді. Иммундық және қабынулық жағдайлар, созылмалы субклиникалық қабыну, жиі суық тию аурулары, инфекциялардан кейін қалпына келу, осы мәселелерге көмек беретін зат. Негіздеме қандай? Иммуномодуляция, иммунитетті шамадан тыс ынталандырмай, тотығу стрессін азайту. Бесінші, метаболикалық бұзылыстар бар болса, яғни инсулинге төзімділік кешенді қолдау құрамында липид алмасуының бұзылуы, жоғары тотығу стрессі. Негіздеме қандай? Егер осыларға қолданам десеңіз, оған әбден көмегі бар. Жасушалық алмасу мен антиоксиданттық жүйелердің реттелуіне қатысу арқылы көмек береді. Реабилитация және қалпына келу. Операциядан кейін, аурулардан кейін, қарқынды физикалық жүктемелерден кейін, мысалы, көмек керек болса, онда фульволық қышқылдар оған да көмек береді. Негіздемесі қандай? Жасушалардың қалпына келуін жетелдету және минералдануды қолдау. Қорытынды, фульволық қышқылдар ауруды тікелей емдемейді, бірақ жасушаның қалыпты жұмыс істеуі мен қалпына келуі үшін қажетті жағдайларды жақсартады. Маңызды атап кететін ақпарат, дәрілік препараттарды алмастырмайды, симптомдарды жасырмайды, негізгі биологиялық механизмдер арқылы әсер етеді, әсері жинақталмалы сипатқа ие. Яғни көп ішкен сайын, ұзақ ішкен сайын эффектісі нығаяды. Осы мақаланы мына жүктеу дейтін бағдарламаны басатын болсаңыз, ұялы телефоныңызға болмаса компьютеріңізге PDF формат файл ретінде жүктей аласыз. Сау болып тұрыңыз.